Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Көпшілігі білетін фридің дайындалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен картопымызды жуып тазалап, осылай турап аламыз. Дайын болған картоптарымызды тұз қосылған салқын суда 3 немесе 4 рет дәл осылай жуып аламыз. Жуылған картоптарымызды құрғақ салфеткадан немесе осындай құрғақ майлықтармен суын кептіріп аламыз. Қызып тұрған майымызға жаңағы картошкамызды салып пісіріп аламыз қызарғанша. Аз-аздан саламыз, көптеу салсақ езіліп кетуі мүмкін, бір-біріне жабысып. Ал ендеше жасап көріңіздер, сіздермен болған Айгерім Болысбек.